Енді біздің бір келісе алмайтын нәрселеріміз мынау. Негізінде кейбіреуі көбісі неден туады? Сауатсыздықтан туады. Мысалы, мен имам болып жұмыс істеп жүрген кезде Оралда бір ағайындар, сәләфилер. Ағайын ғой, не істейсің енді оны? Ағайын деп айтпаған. Сол ағайындар бір ішінде оқыған біреу келіп сөйлесіп отырмыз екенбіз. Соны айтады, мен бірнеше нәрсеге келісе алмаймын дейді. Сендер мешітте жасалып жатқан. Иә? Негізінде сүннет бойынша емес. Не сүннет бойынша емес? Сендер намаздан кейін тұрып алып, бір-бірлеріңе сәлем бересіңдер дөңгеленіп тұрып алып. Иә. Бұл сүннетке сәйкес емес. Мен айтамын, жарайды. Тыңда. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сүннетін, Алланың шариғатын тарылтпасай соншалықты. Тарылтпа. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам әдемі нәрсе айтқан. Не деген? Мұсылман кісіге сәлем бергенде, кездескенде сәлем береді деген. Жоқ, кездескен кезде. Болды. Мұсылманмен кездескенде сәлем беріледі. Мына хадис керемет хадис. Пойыздың ішінде, самолеттің ішінде, орманның ішінде, далада келе жатсын, көшеде келе жатсын, қызық емес. Кезіккен жерде сәлем бересің. Сұрап жүрмейсің ғой, дәлел бар ма деп пойыздың ішінде амандасуға. Иә, сөйтесің бе, дәлел бар ма деп сұрайсың ба? Жоқ, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жалпы айтқан, әдемі айтқан. Бітті. Соның астына бәрі кіреді. Пайғамбар өте қысқа нұсқа сөйлейтін болған. Әрі қайсысын айтып отырады дейсің бе? Иә, түгел. Жоқ, бірақ нәрсе қойған. Не деген? Кезіккен мұсылман кісі не? Одан кейін сендер қол алысасыңдар дейді. Сахабалар арасында әністен сұраған сахабалар сәлемдесіп ме еді, қол алысып? Иә деген. Бар ғой енді. Бар. Сонымен бұл жарықтықпен келістіген, сәлем беру керек екендігіне. Енді дейді, сендер неге домалақ боласыңдар дейді. Оған келістік анаған. Домалақ, сәлем беру керек екендігіне келістік. Сол айттым, жарайды, мен ертең жамағатқа тек 4-5 топ тұрайық. Домалақ болу ұнамай жүрсе саған. 3-1 қылайық. Жарықтық-ау, не деген мақау адамсың сен? 10 адам бүйтіп жиналса бір-бірін жүзін көру үшін дөңгеленбей ме? Сен ешкім сұрамайды ғой? Жоқ, біз әдейілеп дөңгеленіп жүреміз. Дөңгелек боламыз жүреміз. Ешкім о нәрсені жасамайды ғой, Сөйтеміз ба? Ровны бір дөңгелек шықсын қазір, де? Санап әрбір қадамымыз. Олай емес қой, Мүлдем олай емес. Мүлдем олай емес. Сендерге бәрі дұрыс емес дейді. Жарайды. Соны басқа күн ұстап алдым анан. Жанында мұсылман бауырым екен, намаздан сәлем берген, сәлем беріп барады. Бұрылып, ассалаумағалейкум сәлем айтты. Дәлел бар ма? Дәлел қайда? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Наби сәлем берді, сонда Абу Бакрға ассалаумағалейкум деп сәлем берді деген хадис тауып келші маған. Сендер күнде амандасасыңдар, бір-біріне намаздан шығып жатқан, бір-біріне амандасып кетіп барасыңдар. Тауып берші дәлел. Ақымақ, бұндай жерде дәлел сұрамайды. Сұрамайды, дені дұрыс адам дәлел сұрамайды. Себебі бәрі біледі. Қандай жағдайда болсын сәлем беруге болатындығын бәрі біледі. Оған жоқ, ана тұрғаннан кейін, жоқ, ол мынаннан кейін, жоқ, басқаша. Одан кейін оған айттым, сендер құтпа намазынан кейін бәрі шығып далада тұрасыңдар ғой, дөңгеленіп бір-біріңе сәлем беріп. Өсек айтып, далада тұрасыңдар. Сонда біз оны мешіттің ішінде жасасақ бидғат, сендер мешіттің сыртында жасасаң сүннет бола ма сонда? Не деген бас? Мешіттің ішінде жасалса бидғат, ананың сыртында жасаса сүннет. Солай бола ма енді? Солай ғой, сенің түсінігің бойынша. Соны бір күні айтып отырсам осыны. Мен айтамын, қараш, сендерге бір имам әлі күнге дейін айтқан жоқ дейді.
мешіттің сыртына шығып гүж-гүж етіп әңгіме айтып тұрасыңдар. Бір имам шығып айтуға ақысы бар былай деп: бидғатчиктер, не алып тұрсыңдар? Не алып тұрмыз? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам құтпан намазына дейін ұйықтауды, құтпан намазынан кейін әңгімелесуді жек көрген. Не алып тұрмыз? Не алып тұрмыз? Сөйтсе ішінен бір ақылды маған айтады. Біреу: мен дейді, біз сөйлескенде әшейін сөйлеспейміз. Пайғамбар Абу Бәкір Омармен сөйлескен ғой дейді. Мен айтам: қайсың пайғамбар, қайсың Абу Бәкірсіңдер? Мемлекеттік мәселені қозғайтын. Олар мемлекеттік мәселе қозғайтын болған. Сен әңгімең не? Бәленшенің қатын өліп қапты, бәленшенің сиыр өліп қапты. Сонда әңгіме ғой сен. Базарда сотқа сатылып жатыр екен, сатылмай жатыр екен. Қайдағы мемлекеттік мәселе? Қайда? Мәселені ұқпайды мүлдем. Ұқпайды. Біреу айтады: сен дейді, маған айтады, сен жұма намаз деген Құран оқытып қоясың дейді, жұма намазының алдында дейді. Бидғат. Мен айтшы дедім, бір хадис, аят тауып берші. Осы жерде Құран оқылады деп айтшы. Бір аят көрсетші, немесе хадис көрсет. Мысалы, мен 7-ші этажда тұрамын. Балконға шығып таңертең Құран оқимын. Дәлел іздеймін болса ған? Балконда отырып Құран оқуға бола ма деп? Денің соң? Қалаған уақытында, қалаған жерде оқимын мен оны. Самолетте, пойызда, жұмыс орнында, қалаған жерінде, әйтеуір нәжіс болмаса болды маңайын. Оқимын қалаған жерінде. Сен неге сонша таралтасың оны? Құдайдың кең шариғатын сонша неге? Неге соншалықты не аласың? Біреулер айтады, айтып болайын. Бұл нәрсе пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам заманында болмаған. Ең коронный жауап осындай олар айтады. Бұл нәрсе пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам заманында болмаған. Дұрыс қой. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам заманында бұл нәрсе болмаған. Дұрыс айтып тұрсың. Бірақ андағы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам заманында болмаған деген нәрсе ешқандай дәлел болып есептелмейді. Сен бізге не алып кел? Айтқан сөзін алып кел, жасаған іс-әрекетін алып. Қалғаны далбаса, болмаған деген нәрсе дәлел емес. Түсіндіңіз ба? Андағы болмаған деген сөзінен басқасы дәлел жоқ. Шариғатта я пайғамбар бір сөз айту керек, бұл істің тыйым салғандығына байланысты, я пайғамбар оны істемегендігіне байланысты не келу керек? Риуаят келу керек. Әйтпесе ол нәрсе болмаған дегенің әшейін-ақ әңгіме. Ешқандай ғылыми тұрғыдан ешқандай қадірі жоқ сөз. Ешбір. Мысалы, Абу Бәкір радиаллаху анху не істеген? Құран кәрімді жинатқан, кітап халіне түсірген. Омар келіп айтқан не деген? Мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам істемеген істі істемеймін деген. Омар не деген? Істейік деген, дұрыс болады, қайырлы болады деген. Кейін Абу Бәкірдің көңілі ашылып, жүрегі ашылып, не істеген? Омардың айтқанына көнген. Сөйтіп сізбен біз оқып отқан Құран кәрім осылай жиналған. Омар тарауықты 20 рәкат қылып бекіткен, алдына имам қойып. Содан бері біз мұсылмандар не оқимыз? Тарауық оқимыз. Осман радиаллаху анху 3-ші азанды қойған, 2-ші азанды қойған жұма намазында. Біз оны не деп есептейміз? Сүннет деп есептейміз бүкіл әлемдегі мұсылмандар. Пайғамбардың заманында болмаған деген далбас әңгімеңді айта алмайсың. Болмаған олар шынымен ақ. Бірақ біз мұсылмандар оны не деп есептейміз? Шариғат деп есептейміз. Бір күні біреу қолына кітап ұстап алған, араб тілін үйреніп жүр, сарп наху. Бидғат деймін ау. Пайғамбардың бір хадисі жоқ, арабша үйреніңдер деген. Не оқушысын? Араб тілі грамматиканы баса, сарф, наху, бәленше деген ғылымдарды немене оқисың? Пайғамбар біреуінде оқыңдар деп әмір етпеген. Не оқисың не? Мен оны түсіну үшін оқимын ғой, бидғат қой. Бұндай сұрақтарды қою ақымақтық негізі. Ол мұқтаждық болғандықтан оны не істеген ғалымдарымыз? Кітап қылып түсіріп, жазып кеткен. Ешқандай шариғаттан оған қатысты әмір болмаса да. Медресе оқимын десең, парыз сол араб тілін оқу, грамматикасын оқу. Шариғатта ешбір соған не болмаса да.
Айта берсең бәрі бидғат, иә.